Сәбіз ұмытылған сұлулық пен ұзақ өмір сүрудің сыры. Сәбіздің құрамында каротин өте көп, ол ағзаға түскенде А дәруменіне айналады. Сондай-ақ С, Б, Д, Е дәрумендеріне және микроэлементтерге өте бай. Сәбіздің құрамында калий, кальций, марганец, темір, фосфор, магний бар. Сәбізді емдік мақсатта шикілей немесе шырынын пайдаланады. Сәбіз ағзаға барлық жағынан пайдалы. Сіздермен сіздің денсаулығыңыз арнасы. Видеоны бастамас бұрын каналға қолдау білдіріп, подписка жасап, комментарий қалдырып, лайк басуларыңызды сұраймын. Сәбіз көптеген дәрумені, минералы, микроэлементі бар ең пайдалы көкөністердің бірі. Көпшілігі оның пайдалы қасиеттерін бағаламайды. Мысалы, сәбіздегі А дәрумені көру қабілетін ешқандай дәрі-дәрмексіз жақсарта алады. Бұл өнім тері жақсаруына да пайдалы. Сәбіз қандай ауруларға ем? Жүрек қан тамыры ауруы барлар сәбізді көп тұтынғаны жөн. Сәбіз құрамындағы целлюлозаның арқасында қан тамырларының артық холестериннен тазартады. Егер шикі сәбізді күн сайын тұтынса, адам атеросклероздан және жүрек қан тамырлары жүйесінің басқа ауруларынан қорғана алады. Дәрігерлер барлық әйелге сәбізді пісіріп, бұқтырып, қуырып, шикілейді жеңуге кеңес береді. Өйткені бұл көкөніс қатерлі ісіктің алдын алу үшін таптырмайтын ем. Сәбізде А дәрумені басқа өнімдерге қарағанда көбірек. Әйелдердегі онкологияның кең тараған түрі А дәрумені жетіспеуімен туындаған сүт безінің қатерлі ісігі. Сәбізді ер адамдарда жеу керек, өйткені ондағы пайдалы заттар ерлердің ұрпақ көбейтуіне оң әсерін тигізеді. Сәбіз миға да пайдалы. Сәбізді үнемі жейтін адамдарда есте сақтау тұрғысынан мәселе болмайды. Тісі ауыратын адам сәбізді жиі жегені жөн. Бұл көкөніс тіс эмалін нығайтады, ауыз қуысын паразиттерден тазартады, қызыл ет қанауын тоқтатады. Сондықтан дәрігерлер балаларға да, ересектерге де шикі сәбізді жеуге кеңес береді. Сәбізді мүмкіндігінше шикі күйінде жеген жөн, себебі оны пісіргенде құрамындағы бір қатар пайдалы элементтер жойылып кетеді. Сәбіз өзінің талшықтық құрылымымен ішектегі пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Сәбіз талшық пен каротинге бай көкөніс ретінде ас қорыту денсаулығы үшін маңызды. Ішек қатерлі ісігінен қорғайтын талшықтар ішектің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету арқылы ішек денсаулығын жақсартады. Шикі сәбіздің пайдасы осы кезде тым көп көрінеді. Өйткені піскен сәбіз аз мөлшерде болса, шикі сәбізге қарағанда талшық жоғалтады. Өт қабы мен бауыр ферменттерін реттеуге өте тиімді. Басқа көкөністермен салыстырғанда жоғары қант мөлшерімен танымал. Дегенмен сәбіз қант диабетіне де пайдалы. Сәбізді пайдалы тағам ретінде таңдауға болады. Тіпті шикі немесе аз пісірілген сәбіз көп піскен сәбізге қарағанда одан аз қауіпті. Қандағы қантты реттеу үшін маңызды. Сондай-ақ қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Сонымен қатар талшыққа бай диета қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу. Калориясы төмен, талшықтары мен су мөлшері жоғары сәбіз сияқты көкөністер қанықтыру сезімін беруде өте табысты. Сәбіздің құрылымы, талшығы мен суының арқасында тез тойдым деп ойлайсыз. Сондықтан салмақты төмендетуге және салмағыңызды бір қалыпта сақтап қалуға сәбіздің пайдасы өте көп. Қабыну, әсіресе альцгеймер, артрит және жүрек денсаулығына байланысты созылмалы ауруларда қабынумен күрес маңызды болып табылады. Яғни сіз сәбізді жеу немесе шырынын ішу арқылы ағзаңызды тазалап, денсаулығыңызды жақсартып, иммунитетіңізді жоғарылатып, қабынуды кетірсеңіз болады. Сәбіз шырынының пайдалы жақтары. Жаңа сығылған немесе консервіленген үйдегі сәбіз шырыны психоэмоционалды өңді тазартады, стрессті жеңілдетеді
және стресстің әсерін жояды. Тынышталу үшін ауыр күндізгі жұмыстан кейін 1 стакан сәбіз шырынын ішу жеткілікті. Сондықтан препаратты тұмау мен суық тию кезеңінде қолдану ұсынылады. Сәбіз шырыны спортшыларға, сондай-ақ белсенді өмір салтын ұстанатындарға ұсынылады. Композиция қан тамырларын тазартады және олардың қабырғаларын қатайтады, жүрек пен бұлшықет тіндерін нығайтады. Шырынның жиі тұтынылуына басқа өнімдерден алынған пайдалы ферменттердің тез сіңуіне ықпал етеді. Бета-каротиннен түзілетін ретинол жүрек патологиясын тоқтатады, инфаркт пен инсульттің пайда болуын болдырмайды. Теріні тегістейді және бетті өңдейді. А дәрумені бүкіл ағзаны улар мен токсиндерден тазартуға жауап береді. Сәбіз шырыны құрамындағы калий пайдалы холестеринді сақтай отырып, ағзадан зиянды холестеринді кетіреді. Нәтижесінде меншікті инсулин өндірісі артады. Бұл диабетпен ауыратындардың денсаулығына пайдалы әсер етеді. Сәбіз шырыны организмдегі барлық метаболикалық процестерді күшейтеді. Сонымен қан айналымы мен коллаген өндірісі жеделдетіледі. К дәрумені қанның ұюына жауап береді. Терең абразиялар мен қан жоғалтуды тездетеді. Сәбіз шырыны иммунитетті әлсіз адамдарға арналған. Сусынның бактерицидтік және вирусқа қарсы қасиеттері бар. Бұл өз кезегінде адамға ауыз қуысында, асқазан ішек жолында, жұлдыртуда, зәр шығару жүйесінде, тоқ ішекте инфекцияның дамуына қарсы тұруға мүмкіндік береді. Жаңа сығылған шырын ауыз қуысының гигиенасын сақтау үшін бәріне пайдалы. Жиі және қалыпты қолдану сілекей шығаруды арттырады. Тіс ауруын емдейді, қызыл етті күшейтеді және қан кетуден босатады. Жөтел кезінде сәбіз шырыны мен сүтті бірдей көлемде стаканға құйып, күніне бірнеше рет ішіңіз. Сүттің орнына майлы кілегей қоссаңыз да болады. Шамамен 100 мл шырынға 1 ас қасығы жеткілікті. Созылмалы демікпеге шалдықсаңыз, күніне 4-6 рет 1:1-дің 0,2-ге пропорциясында шырын қоспасын қайнаған сүтпен және балмен араластырып ішіңіз. Бұл қоспаны міндетті түрде жылы күйінде тұтынуыңыз керек. Ауыз қуысының ауруларына, ангинаға ұшырасаңыз, тамағыңызды сәбіз шырынымен шайыңыз. Сәбіз, қызылша, қияр шырынының қосындысы арқылы бауырыңызды әртүрлі аурудан қорғай аласыз. Оны өт қабына тас байланған кезде де тұтыныңыз. Сәбіз сусының күніне 1-2 литр ішіп тұрсаңыз, денсаулығыңызды түрлі аурудан аман алып қаласыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Сіздермен болған сіздің денсаулығыңыз. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.